Құрметті достар, қай жерде өндіріс орны сатылады, қай жерде станоктар сатылады, қай жерде жалпы екі қолға бір күрек, қай жерде оборудование, қай жерде спецтехника, сондай жерде жүреміз. Сондай орындардың бірі мұнда пенопласт шығаруға арналған өндіріс орны сатылып тұр. Бір құрылғы кіреді, екі құрылғы кіреді. Одан кейін міне 3 құрылғы кіреді, кесетін құрылғысы, ар жағында 4 құрылғы. Ана өсіретіні бар 5 құрылғы, жинайтыны бар 6 құрылғы және дайын өнімді шығаратын міне 8-ші құрылғы. Бұл өндіріс орны біраз жұмыс істегеніне байланысты өзінің қарқынды табысын берген, қарқынды жұмыс жүрген бұл жерде. Қазір саланың ауысуына немесе осы жерде істеп отырған адамдардың, маманның яғни қандай да бір енді жағдаймен бұл жерге келе алмауына байланысты бұл өндіріс орны сатылып жатыр. Мына вспениватель деп аталады. Мұнан шикізаттар салынады бізде, салынады, ішінде ысады, ішінде қызады. Бұның бәрі қолдан жасалған, көбісі бұл жерде қазақстандық өнім. Және мұнаның ішінде ауа арқылы айналып, пісіп, осындай түйіршіктерге айналады ол. Түйіршіктерге айналғаннан кейін бірден оны шикізат жасап жіберу, дайын өнім жасап жіберу болмайды. Сондықтан ол шикізаттарымыз, жартылай дайын шикізаттарымыз осы сеткалардың ішінде тұрады бірнеше уақыт. Осында кебет, одан кейін мынандай шикізат айналады. Кел көрсетіп жіберші. Мынандай шикізаттарға айналатын болады. Бұл жерде дайын піседі, үлкейеді, өзінің бастапқы диаметрінен бірнеше есе үлкейеді бұлшы. Одан кейін жүріңіздер, мына жаққа қарай кететін болады. Арнайы компрессор. Бұны желмен, қысыммен айдап, мына сеткаға өткізеді бізде. Көрініп тұр ма? Жақсы көрініп тұр ма? Осы сеткаға өткізеді, және дайын біздің пештің ішіне түсетін болады. Пеш дегеніміз нағыз осы өндірістің жүрегі, нағыз осы өндірістің өндіріп шығаратын ең басты құрал деп айтса болады осыны міне. Бұдан міне осындай дайын өнімдер шығады бізде. Дайын өнімнің баптауына байланысты, өзінің настройкасына байланысты, тығыздығына байланысты әр түрлі пенопласттың тығыздығымен шығаруға болады. Өздері бөлінеді, бұл салада жүретіндер біледі. 20, 30, 15, 50 деген сияқты сондай жалпы бір стандарт бойынша шығады міне осында. Бұл кісілер бұны жасатуға біраз қаржы жұмсаған және біраз уақыт кеткен, біраз энергия кеткен. Сатып алам десеңіздер, тура осы күйінде сатып алып, өздеріңіздің орнына апарып қойып беруге дейін до ключа дейді орысша айтқанда. Соға дейін сіздерге көмектесетін болады. Мысалға қараңыздар. Щиток прибор, сол жерде тұра бер. Щиток прибор, одан шығып жатқан әр талшық, әр шланг, әр болт, әр гайка, әр шуруп, әр провод, әр автоматтың бәрі толыққанды осы күйінде сіздерге берілетін болады, достар. Қандай дүние шығады десеңіздер, міне осы дүние, және бұл дүние мына жерге әкеп қойылады. Мына спиральдарды көрдіңіздер ме? Мына спиральдар көтерілу арқылы, түсу арқылы, өзінің ара қашықтығын өзгерту арқылы сізге керекті, яғни қалыңдықты шығарып беретін болады бұл жерде. Мысалы, мынанда 15 сантиметр десеңіз болады, 10 сантиметр десеңіз болады, 5 сантиметр десеңіз болады, 3 сантиметр, 2 сантиметр десеңіз де болады. Сол қалыңдығына байланысты. Мысалға міне. Қараңыз. Біреуге ең жұқа керек болған, көрдіңіз бе? Ол жұқа шығарып алды. Біреуге кішкене қалыңдау керек болған, міне ол қалың шығарып алды. Біреуге бұдан да жұқа керек болуы мүмкін, ол одан да жұқа шығарып алады. Сол сияқты, достар. Міне, мынаны мысалы 2-ге бөле салсаңыз болады, 20 сантиметрден. Немесе бұны 3-ге бөле салсаңыз болады. Бұның бәрін бізде мына қызып тұрған спиральды баптау арқылы, ара қашықтығын настройка жасау арқылы сіз сондай дүниелерді шығара аласыздар. Және соңғы сұрақтардың бірі, соңғы жауаптар. Міне, қараңыз. Мынандай дүние шығады ғой аяғында. Қалай алып көрсетсе болады бұны. Міне, мынандай дүние артыра бер. Міне, мынандай дүние жасап шығаруға болады. Асты пенопласт, үстіне құм қосылған қандай да бір жабын. Оны интернетте де, тиктокта да, инстаграмда да өте көп көріп жатсыздар. Міне осындай дүние жасап шығаруға болады. Ал жан-жағын бәрін кескеніміз жаңағы спиральді көрдіңіздер ғой. Солар жан-жағын бәрін кесіп береді, яғни баптауын жасау арқылы. Бағасына келетін болсақ,
кеткен шикізат бар, кеткен энергия бар, кеткен уақыт бар, қанша нерв бар деген сияқты. Басы қасында жүріп, біраз адам бұны жасаған, біраз адам қадағалаған. Соның бәрін есептемей, тек қана осы оборудованияның өзін есептегенде бағасы шамамен миллион теңгеге сатамыз деп тұр. Хабарласыңыздар төмендегі номерге. Бұл кісілер тезірек осы жерді босатудың арқасында, босату керек болғандықтан өте жақсы бағаға сіздерге берейін деп тұр достар.